эпоса «Манас» в исполнении великого сказителя Саякбая Каралаева. Саякбай Каралаев – последний монащи из плеяды великих творцов устной поэзии. Мы называем его почтительно Саке. 600 тысяч поэтических... Я боюсь этого дедушка. А ты не бойся. Не бойся. Это добрый дедушка. 6 месяцев непрерывного чтения. 600 тысяч строк. Это в 3 раза превышает объем индийской Махабхараты, а Илиады... Успокойся, Нарчика. 16 раз. Не надо. Будет долг этот рассказ, будет с озером сходен рассказ, будет наш полноводен рассказ, будет наш безбрежен рассказ, с бесконечным смежен рассказ. Не надо, не плачь. Kıyamatlık bereke, açakırık bulsuzlar, akmasaydın çubağı, ölüm ortalığı imandaş, alakım kanday buldun gep, yüzünden karaptı saçı. Саке был свидетелем 16-го года, и потому в его глазах появляются слезы, когда он рассказывает о трагическом возвращении одинокого Манаса, оплакивающего погибших в походе друзей и воинов. Плачь со мною навзрыд, Аяш, Аккула мой убит, Аяш, я последний бедняк, Аяш, пал в бою мой чубак, Аяш, храбрый львенок затих, Аяш, нет сыргаков живых, Аяш, был грозою мой клич, Аяш, но несчастье пришло, Аяш, и сломал я крыло, Аяш, и сломал я хребет, Аяш, умер наш Алмамбет, Аяш. И тогда, говорит Манас, наступил мой последний час, а моих батыров ты, 6 погибших арстанов друзей, помяни их с любовью ты, о страдалица Кадыкей. К моему изголовью ты 6 приставь священных мечей. Он привстал и в последний раз вспыхнул взор его и погас. 6 ночей не всходила луна, Каныкей Манаса жена проливала слезы свои, вырывала косы свои. Қарланып, қамсығып, қавламамаз оңырап, өзің айкөл қайран шер, бұзылып тұрат қоңырап, кечегінің ұсталақ, чоң безіндім батқалда, қырынышы атқанда, өшім мылтық атып, жатартып, айзағармап тоқызып, дағлылық ішін оқытып, өлім болып жатқанда, атаңдың көрі дегенде бірман өзбойның ұрдым, алған бетменен шуаққан астына кетіп оқытып, мен Манас құрман елі болғой не болдым. Жарағымдан айрылып, жаңғыз қалған екенін қаранымен айрылып атаңның өзіне қалған екен. Деп өшонда бір екін ете сеп болып келген екемін, әмгенген ағашқа кеп болып келген екемін. Жаратқан ұлдығын көрбей келген екемін, тұрған жанымда. Қаса бүтіп, күн бүтіп еш болды соға қанға қапсылашқан қапыраға. О мен бермей келген екемін. Егіз қозы түгейім, егізімен ажырамем, қантып жүрейін жалғыз будан түгейін. Қараңдардан айрылып қана мен өлбей ғана қантып жүреймін